Мен достар, қазір сіздерге жаңа көптен күткен интервьюді жазатын боламын. Сол үшін қазір бір лук таңдау қажет. Қазір соны көрейік. Барынша осындай қарапайым таңдадым. Мындай джинсы менің жақсы көретін. Одан кейін мындай топ, встроенный брамен. Сосын мындай кардиган. Қазір бірер минуттан кейін дайын боламын. Сәлем, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай сөйлесу видеосында жолдадым. Инстаграмда сұрақтар жинап алған болатынмын. Бүгін сол сұрақтарға жауап беруді ойлап жатырмын. Өздеріңіз білетіндей, қазір ағыстай оның қасында болғандықтан міндетті түрде оны ұйықтатып алу керек деген сияқты. Сол қазір ұйықтатып алып, сіздермен осылай сөйлескім келіп. Ал ендеше сұрақтарға бір-бірлеп жауап беретін болсам, ең жаңағыдай көп қойылған сұрақтардың бірі ол сол Жапонға қалай ұзақ уақытқа келуге болады деген сұрақ. Ол ютубта арнайы видеомыз да бар, мына жерде жаңағыдай несін қалдырып қоямын, ссылкасын. Сол бойынша толық мағлұмат ала аласыздар, бірақ қысқаша жауап беретін болсам, Жапонға заңды түрде келесідей жолмен келуге болады. Ол жұмыс орны сізді жұмысқа шақыратын болса, тіл мектебіне, болмаса студент болып келсеңіздер болады. Осында екі жолы бар да. Басқа ақпарат жаңағыдай көздеріне қараған кезде, жаңағыдай жұмысқа одан кейін қара тізім болып келсе болады деген сияқты. Ол туралы біз ештеңеге айта алмаймыз. Сол себепті осылай қысқа ғана жауап берейін. Одан кейін қай тіл білген маңызды дейді. Әрине сіз Жапонда болғаннан кейін Жапон тілін білген өте маңызды. Бірақ мен өзім туралы айтатын болсам, мен осы 2017-ден бастап осы Жапониядамын. Алғашында Осака қаласында болды, одан кейін Йокохамаға көшіп келдік деген сияқты. Мен басынан бастап ағылшын тілімен ғана жүрмін. Бірақ оның өзінің минустары да бар. Мысалы, сен көшеде кетіп бара жатқан адамдармен қарым-қатынас құра алмайсың, немесе дүкенде деген сияқты. Тек қана осындай керекті база фразаларды ғана білесің да, ал былай ашық сөйлесуге, адамдармен жақындасуға мүмкіндік әрине шектеулі болады. Өздеріңіз білетіндей, Жапония ол бір тілді мемлекет, халқының бәрі таза 100% жапон тілінде сөйлейді. Ағылшын тілін білетін жапондықтар бар әрине, бірақ не дегенмен шетелдегі жапон тілінде сөйлеп тұрса, олар сені жақсы көріп, түрлі сені одан ары қарай әңгіме өрбіткісі келіп, солай сөйлескісі келіп. Сол себепті жапон тілінде өте маңызды. Қазіргі уақытта мен жапон тілін үйреніп жатырмын. Толық меңгермесем, мысалы білетін жапоншамды қолданып дүкендегі апайлармен, болмаса ата-әжелермен сөйлесетін болсам, олар өте қуанып, қасыға келіп, одан бетер әңгімелескісі келе береді, тереңдеп ше. Сөйтіп мен қазір жапоншаны үйреніп жүрмін, ондай жақсы емес жапонша деп айтсам, жоқ, сен жапоншаң күшті деп сөйтіп әртүрлі жаңағыдай пікірлерін да комплимент деп айтады, солай білдіріп отырады. Сіздер қалай бардыңыздар? Қанша жылдан бері тұрсыздар? Жаңа айтып өткенімдей, мен өзім 2017 жылдан бастап осы Жапонияға келдім. Алғашында Осака қаласында, одан күйеуімнің жұмысы бойынша Йокохама қаласына көшіп келдік. Ал менің жолдасым Жапонияда 2016-дан бастап алғашында тіл мектебіне келді, одан ол жерде 1,5 жыл оқып, одан кейін Осака университетіне магистратураға түсті, одан кейін докторантура бар, одан кейін жұмыс бар деген сияқты солай Қияда қалыптасып тұрып кеттік. Осылай сұрақтарға қысқа жауап берейін. Кейін меніңше сіздердің комментарийлерді оқимын, астында жаңағыдай осы сұрақты толық ашып айтып берсеңіз деген сияқты сұрақтарыңыз болса, онда толық айтып беруге тырысатын боламын. Балабақшада ағылшын тілінде балабақшаға ағылшын тілінде бара ма дейді. Жоқ, кішкентай балабақшаға жапон тілінде барып жүр, Жапонға балабақшаға барып жүр. Толықтай жапонша, және де көп адамдар білген радиомен Жапонияда жүріп қазақ тілін үйрене ма, болмаса үйрене сала ма деген сияқты. Нашындай қазіргі уақытта екі тілде де сөйлеп жүр, қазақ тілінде де, жапон тілінде де.
балабақшада жапон тілінде сөйлейді екен. Үйге келген кезде міндетті түрде қазақша сөйлесеміз. Балабақшаға қабылдау туралы айтсаңыз. Балабақшаға қабылдау туралы да мен Инстаграмда пост жазған болатынмын. Ол жерде енді қазір есімде болса бауырынша толық ақпарат беруге тырыстым. Соны оқып өтсеңіздер болады. Және де толығырақ айтатын болсам, жаңағыдай қосымша қысқа нұсқа айтатын болсам, Жапонияда балаңызды балабақшаға беру үшін 2 ата-анасы да жұмыс істеуі қажет. Бірінші критерий, егер де бір ата-ана болсын жұмыссыз үйде отыратын болса, онда ол балабақшаға алынбайды. Тізімнің ең соңғы категориясында болады. Одан кейін тағы да бірыңғай категориялар бар. Мысалы, әке-шешесінің біреуісінің жағдайы келмесе, яғни ес алу жағынан мәселе болатын болса деген сияқты бұндай әртүрлі категориялар бар. Бірақ біздің жағдайымызда біз нашардайды 2 әке-шешесінде жұмыс істейді деген критериймен балабақшаға алған болатын. Және де бір айта кетерлігі, бізде мысалы көп адамдар ойлайды екен да, Жапонияда жапондықтарды бірінші орынға қояды деген сияқты. Жоқ, ондай емес. Біз мына жақта жапондықтармен бірге жұмыс жасап жатырмыз, жапондықтармен бірге алып, жұмыс төлеп жатырмыз. Сол себепті де біз балабақша болсын, басқа да мемлекеттік көмек болсын, мемлекет жағынан ұйымдастырылатын басқа да іс-шаралар болатын болса, жапон халқымен бірдей тізімде тұрып, бірдей мүмкіндіктерге ие бола аламыз. Жапонда тұру қанша тұрады? Елдің бәрін өте қызықтыратын сұрақ. Жапонда тұру, мысалы, сенің алған айыңа сәйкесінше сен Жапонияда өмір сүрсең болады. Яғни ең төменгі айлық, мысалы, Жапонияда $1000 басталады, жоғары қарай кете береді. Бірақ сол, мысалы, біз студент болып жүрген кезімізде университеттен $1000 шамасында жаңағыдай стипендия, шәкіртақы, одан кейін ағайымыз біздің лабораторияда жұмыс істеген сондай ақша берілді. Жалпы сол $800 пен $1000 арасында болатын, соны әдеттегідей бір адамға толықтай жеткізуге болады. Жұмыс жасау салты қандай? Әрине шетелдік мынандай нәрсе бар да, мысалы, біз шетелдік болғаннан кейін Жапонияда бізге көп нәрсе кешіріммен қаралады, бірақ сонда да кешіріммен қаралады деп біз жаңағыдай артық нәрсе сондай жасамаймыз әрине, бірақ мысалы біз бір нәрсені білмей қалсақ, онда бізге кешіріммен қарап тұрады шетелдік болғаннан кейін. Одан кейін барлық ереже біз жапондықтар сияқты жұмыс жасаймыз, себебі бірдей айлық аламыз деген сияқты, бірдей қызмет жасаймыз деген сияқты. Ондай шетелдіктерге былай ерекше қарау деген сияқты ондай менің тәжірибемде болған жоқ. Жалпы осы жапондықтардың жұмыс саласы туралы бөлек түсінік беріп қойдым, себебі мен өзім жұмыс жасағанда тәжірибеме көп бөліскім келеді. Көп адамдарды қызықтырады, үйренетін нәрсеміз бар, жиренетін нәрсеміз бар деген сияқты. Ол туралы толық ақпарат беріп келеді. Комментарияға жазып өтіңіздер, осындай тақырыпта видео түсіруді қаласаңыздар. Одан кейін жолдасыңыздың жұмысы жайлы айтсаңыз дейді. Менің жолдасым Аян, ол Шожанның Алтай қаласынан. Осакада магистратураны civil engineering деп қояды. Жалпы инженер механик мамандығы сағындағы болатын. Қазіргі уақытта Эбара деп аталатын компанияда жұмыс жасайды инженер болып. Жапонияға бару туралы көмек көрсетеміз деп айтып едіңіз ғой, сол туралы айтсаңыз. Біз қазіргі уақытта 2 жылдан астам уақыт болды. Жапонияға, Қазақстаннан және Шыңжаңнан өздерді осы жаққа тіл мектебіне келуге көмектесіп жүрміз. Жұмыс жасауға әлі келген жоқпыз, тек қана сол мектебіне келуге көмектесіп жүрміз. Сол үшін де біз жағдай заңды әрі ең таза түзу жолымыз деп айтқанымыз да сол себеп. Қазақстанға қашан ораласыздар дейді. Алла қаласа Қазақстанға әрине оралатын ойымыз бар, әрине ораламыз Құдай қаласа. Сол себепті де біз осы жақта жұмыс жасап жатырмыз. Әзірше жас болғандықтан
балаларыбыз кичинекей болгондуктан баарыча жумуш жасап, балаларды жакшы жолго илип алууна көмөктөшсөм, одан кийин мыкты мама болуп байкалсак, ооралган.